Үш өлшемді нысандарды тұрғызу және реттеу. Дәріс жоспары. Аксонометриялық проекциялар туралы түсінік. Үш өлшемді нысандарды тұрғызу және реттеу тәсілі. Аксонометрия. АБК толық жүктелгеннен кейін мониторда төмендегі жұмыс терезесі ашылады. Тұтынушы координат жүйесін, ПСК-ХУЗ жазықтығында суретті сызу үшін бірінші ARCAD форматын өзгертіп алу керек. Вертикаль менюлер ішінен сервис деген жазбаны ашсақ, рабочее пространство деген жазба шығады. Оның ішінде үш түрлі ARCAD жүйесі орналасқан. 1-2 дорисование и аннотации. 2-3 моделирование. 3 классический ARCAD. Біз осылардың ішінде 3 моделирование дегенді таңдаймыз. Аспаптар панеліндегі «ПСК начало» курсормен бассақ, төмендегі командалық жолда «Новое начало координат 0» деп сұрайды. ПСК начало координатасы бойынша 8000, ал U координатасы бойынша 10,5 жылжытуымыз керек. Ол үшін бірінші енінің ұзындығына қараймыз. Суретіміз бойынша 31. Келесі сызғалы тұрған ешіктің енін ескеруіміз керек. Ол 10 000. Бұл суреттегі клин салынған ящик, сонда 31 000-ден 10 000 алсақ 21 000 болады. Осыны 2-ге бөлсек 10,5 000 шығады. Ал С координатасы бойынша 12-ге көтеріледі. ПСК начало қойып алғаннан кейін, осы центрге панель инструменттағы ешікті басамыз. Ешіктің центрін 0 деп Enter басып төмендегі командалық жолда угол или куб длина деп сұрайды. Бұл жерге әрпін жазамыз да Enter басамыз. Орта режимі қосылып тұру керек. Координатасы бойынша курсорды дұрыстап қойып аламыз. Бастапқы суретке қараймыз. Ол жерге клин салынған ешіктің ұзындығын жазамыз. Ешіктің барлық ұзындығы 76 000. Бұдан ешіктің төбесіндегі көрініп тұрған 14 000-ді аламыз. Сонда 62 000 болады. Яғни клин салынатын ешіктің ұзындығы 62 000. Клин салып алғаннан кейін вычитание командасы орындалады. Бірінші клин салынған ешікті курсормен белгілеп Enter басып, екінші клинді белгілеп Enter басамыз. Вычитание командасы орындалады. Бастапқы суретімізге қарасақ, ешіктің сол жағына тағы да ешік салынған. Бұл ешікті салу үшін панель инструменттағы ПСК начало таңдап командалық жолда Новое начало координат 0 деп сұрайды. Бұл сан мәндер келесі салынғалы отырған ешіктің мәндері. 18 000-ді 2-ге бөлеміз, өйткені салынатын ешіктің енінің ұзындығы тең болу үшін, сонда 9 000 шығады. Ал С координатасы бойынша ешіктің биіктігі қозғалмайды, ол 0 болады. Жазып Enter бассақ, бізге керек ешік салынады. Содан кейін объединение командасын орындаймыз. Осы берілген үлгінің 3 көрінісін мысал ретінде көрсетілген. Рамкаға видовой экран арқылы қойып, жазбаларын жазамыз. Үш өлшемді нысандарды тұрғызу және реттеу тәсілі. С координатасы бойынша объектілерді тұрғызу үшін аспаптар панелінен вид деген жазбаға кіреміз. Ол жерден Use изометриясын таңдап алып ортаға қоямыз. Төмендегі орта шертпесі сызуды сызып болғанша қосылып тұруы керек. Аспаптар панеліндегі моделирование деген жазбаны ашып, ешікті басамыз. Төмендегі командалық жолда угол ешика или центр деп сұрайды. Осы жерге 0 деп жазып Enter басып, командалық жолдағы угол или куб длина дегенге әрпін жазамыз да Enter басамыз. Командалық жолда ешіктің ұзындығын сұрайды. Суретке қарап, ешіктің ұзындығын жазамыз. Орта режимі қосылып тұруы керек, себебі суретіміз қисық шықпауы үшін. Одан кейін курсорды координатасы бойынша түзеп қоямыз.